Сәлем балалар, 2 сыныптың қазақ тілі сабағының 7-ші сабағы тақырыбы у әрпінің жазылуы, яғни 2-ші сабақ у әрпінің жазылуы. Бүгінгі сенің білетін у әрпі бар сөздері сауатты жазу, мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар қосу және оларға жауап беру. Ендеше 25-ші жаттығуды өлеңді мәнерлеп түсіну оқу. Думан білімдіден шыққан сөз деп басталатын өлеңді оқып отыр. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез, нұрын сырын көруге көкірегінде болсын кез. Балалар, бұл өлең кімдікі екен? Барлықтарың білесіңдер, Абай Құнанбаевтың өлеңі екен. Яғни өлеңнің тақырыбы білімдіден шыққан сөз. Бүгін тапсырмасын берейік. Әңгіме мазмұны бойынша сұрақтар толтырып жауап беріп көр. Кім өлең оқып отыр? Өлеңді Думан оқып отыр. Шумақтың қай тармақтар түсінікті? Яғни бірінші мен екінші тармақтар түсінікті деп ойлаймыз. Яғни білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез деген сөзде енді ол пайда болатын, яғни жақсы мен жаманды айыра білетін адамдармен дос болу, нұрын сырын көруге көкірегінде болсын көз деген мағынасын енді бұл жерде қалай түсінуге болады? Мысалы, бұл жерде көкірегі де болсын кезінде, яғни көзі ашық, білімді, ол бар ынтасымен жақсы сөздерді тыңдау, яғни оған құмарлану, сол сөздерді өзіне есін сақтау деген мағынасында айтып тұр екен. Ендеше Абай атамыздың тағы да білім туралы қандай өлең білесің? Өздерің білетіндей, ғылым таппай мақтанба, интернатта оқып жүр, жасында ғылымдарды ескермедің, әсемпаз болма әрне деген бірнеше өлеңдер бар. Егер де сол өлеңді еске түсіріп айтып көріңдер балалар. Мәтіннен у дыбысы бар сөздерді тап, сол сөздерге талдау жасайды. Мәтіннің ішінде бізде бір сөз болды, көруге деген. Көруге у дауысты дыбыс деп айтамыз. Келесі 26-шы жаттығу өлеңді көшіріп жаз. Қарамен жазған сөздердің асынсыз. Сиса көлік үстінде тоқуменен табылған. Сауысқанның таңбаға шоқуменен табылған. Өнер білім бәрі де тоқуменен табылған. Өлеңнің авторы Абай Алтынсарин екен. Абай Алтынсарин балалар қандай өлеңдерін білесіңдер? Абай Алтынсарин өнер білім бар жұрттар, неке өздеріңізге беріп тұрған өлеңнің тақырыбы өнер білім бар жұрттар, кер бала оқылық, және шағын әңгімелері бар, әке мен бала, таза бұлақ деген қысқа әңгімелері бар. Енді жаңа жауаптары беріп тұрса, енді біз сұрақ қояйық. Жауап алған өлеңнің авторы Абай Алтынсарин деп тұр. Ендеше сұрақ қояйық. Өлеңнің авторы кім деген сұрақ қоямыз. Екінші, өлеңде киім тоқумен, сауысқанның тамағы шоқумен, өнер білім оқумен табылатын туралы айтылған. Ендеше сұрақ қояйық. Өлеңде не туралы айтылған? Балалар. Енді өлеңдегі оқу, тоқу, шоқу сөздерін, оқы, тоқу, шоқу сөздерімен салыстыр. Қандай өзгеріс байқадың дейді. Енді оқы деген енді сөзі мағына түсінікті. Ал енді тоқу деген мағынасына қарайтын болса, егер тоқы дегеннің өзінде жаңа айтты ғой, киімді тоқу арқылы адам не істейді? Адам білімге жүгінеді, қарастырады, іздейді. Оның барлығында кітаптан алады. Кітаптан оқып, біліп, ізденіп, содан кейін барып, жаңағы берілген көйлекті тоқиды. Ал өлеңді, тапсырманы, білімді ол есте сақтап тоқып алады. Келесі шоқы деген мағынасын білетін болса, енді сауысқан, егер де ол ізденбесе, тамағын қайдан табады? Сондықтан сол сияқты шоқы деген қолмен ұстап, білімді әрбір кітаптардан, кез келген ақпараттардан ізденген де ғана сен қолыңды биікке жеткізе аласың. Сол сияқты адам кез келген жаңағы өзіне қол жеткізетін, өзінің арманын, мақсатына жету үшін іздену керек екен. Осының барлығы қайда бар? Өнерде, білімде екен. Сондықтан өнерді де, білімді де бірінші адам есту керек, оқу керек, білім алу керек.
сонда ғана сен өзіңнің арман мақсатыңа қол жеткізе аласың. Енді жаңағы қандай өзгеріс байқады дегенде, яғни мағынасына байланысты деп айтуға болады. 27-ші жаттығуда сөздерге у әрпін қосып оқы және сол сөздерді қатыстырып сөйлемдер құрап жаз. Су, су, бу, бу, ку, ку, жау, жау, сау, сау. Мысалы, сиырды уақытында сау керек, ыстық шай, су қажет деп екі сөйлемді құрастырып қойды. Сендер де өздерің арманға қарай өз ойларыңды айтып құрастырып көріңдер. Енді шығармашылыққа көңіл бөлейік, яғни бұл жерде 28-ші жаттығуда мынау берілген әріптер берілген сағаттың бойымен. Енді бізге айтып тұр, екі әріпті тастап отырып, осы жерден мақал құрастыр дейді. Ал кәнекей бәріміз құрастырайық. Бірінші әрпі Т, енді екі әріп тастаймыз. Ы мен Д-ны тастаймыз. Ту, Д мен І тастаймыз. Г, А мен Ң-ды тастаймыз. А, Ш мен Ң тастаймыз. Сонда бізге қандай мақал келсе екен? Туған жердің ауасы да шипа деген осындай мақал құрастырдық. Балалар өздерінің туған жерлері туралы әңгімелеп айтуға болады. Әркімнің өзінің туып өскен, білім алған, отбасы тұрған жерлері әрине ыстық болады. Осымен енді сабақты қорытындылайық. Бүгінгі сабақта не ой түйдім, не өтті, мысалы өз ойымды айтып бере